Ерінің шаңырағын шайқалтпаған адал жар, отбасының отын өшірмеген абзал ана. Кіші жүз шөмекейдің аспан руының биі, кедейдің 7 баласының бірі Сәден батыр болған. Сәден батыр үйленгеннен кейін көп уақыт өтпей, сауытын кимей, арқайын бір тойдан келе жатқанда, тосаттан шапқан қалмақтармен соғыста төсіне айбалта тиіп, ауыр жарақат алады. Айбалта тиген жерді киіз күйдіріп басып, қанын тоқтатып, ауылына дейін аман келеді. Ауылына келгеннен кейін көп ұзамай, жарақаты жазылмай қайтыс болады да, жақында ғана үйленген келіншегі жесір қалады. Қазақтың ғұрпы бойынша жесір қалған әйелді әмеңгерлікпен қайнысына не қайнағасына некелейді. Енді сол кездегі үрдіс пе, әлде жаугершілік заман болған соң ба, негізі қазақ қайтыс болған кісінің жылдығасы өткен соң некелейтін болған. Қайтыс болған күйеуінің 40 күндігі өткен соң, үлкендер күйеуінен қалған, жас қалған келінді бір қайнысына некелеуді ойластырады. Ауылдың ақсақалдары келінді некелеуге бір азаматтың ризалығын алып белгілейді. Қазақ ғұрпында жесір қалған әйелді басқа кісіге некелеу үшін жесір қалған әйелдің де ризалығы болуы шарт. Ауылдың ақсақалдары келіннің ризашылығын білу үшін 3-4 абысынын келін отырған үйге жібереді. Абысындары жас келінге ауылдың ақсақалдарының айтқанын жеткізуге Сәден атамның отауына келген екен дейді. Үйге кірсе, анамыз Сәден батырдың келіншегі күйеуінің сауытын киіп, үйдің төрінде қабағы өрт сөндірердей болып, өте қатулы күйде есіктен далаға, көкжиекке қарап, тас түйін болып, үндемей отырса керек. Келген абысындары келінге не айтарын білмей, біраз уақыт үнсіз отырып, ештеңе айтпай үйден шығып кетеді. Басқа үйде келіннің жауабын күтіп отырған ауыл ақсақалдарына барып, болған жайды түгел жеткізеді. Ол кездің кісісі айтқызбай ұғады ғой. Келіннің ерекше әрекетіне қарап, бұл жаған ақсақалдардың бірі: «Иә, бұл келін тек татаның тұқымы еді, тектілігін білдіріп отыр екен. Сәден жас кетсе де артында із қалдырып кетті деп отыр. Келіннің бойында бала бар екен. Баланы өмірге әкелемін, ерімнің отын өшірмеймін, шаңырағын шайқалтпаймын деп отыр екен», деген екен. Ауылдың ақсақалдары жас келіннің тапқырлығына, өжеттігіне, еріне деген адалдығына риза болып, басын бос қойып, әмеңгерлік жолмен басқа кісіге некелеуді кейінге қалдырыпты. Анамыз ай күні толып, өмірге шекесі торсықтай ұлды өмірге әкеліпті. Ақсақалдар Сәден ел үшін туған ер еді, елім деп, жерім деп, жас болса елге тиген жаумен айқасып, ел қорғау жолында шейіт кетіп еді. Сәденнің арты оң болсын, оңғарсын деп, баланың атын оңғар қояды. Аман-сау баланы босанған соң, ауылдың ақсақалдары қайтадан ойласып, келінге рахмет, Аллаға шүкір, өзі жас кетсе де оңғардың арқасында шаңыраққа ие болады. Ие болар, оңғардай ұл бар, енді бала жетімдік көрмей, қиналмай өсу үшін әке орнына әке болар. Кісіге келінді некелейік, бала ел болуы керек, ұлды тәрбиелеп, өсіріп үйлендіру керек. Бұл іс жалғызбасты әйелге ауырлық қылады, қиын болады. Осы кезге дейін ерінің отын өшірмеді. Рахмет, енді қайныларының біріне некелейік. Оңғарды әкесінің орнына әке болып, тәрбиелі өсірсін. Ер жеткен соң балаға құда түсіп, қыз айттырып үйлендірсін деп ойласыпты. Бұрынғының жолымен анамыздың ризалығын алу үшін тағы да 3-4 абысынын келінге жіберген екен дейді. Абысындары үйге кірсе, анамыз тап сол баяғы орнында төрде отыр екен. Енді үстіне ерінің сауытын киіп қана қоймай, 5 қаруын асынып, тас түйін болып, есіктен далаға, көкжиекке қабағы қату күйде түйіле үнсіз қарап отыр екен. Келген әйелдер тағы да ештеңе айтпай, сұрамай, аз уақыт отырып үйден шығып кетіпті.
Күтіп отырған ауыл ақсақалдарына болған жағдайды көргендерін түгел айтып барыпты. Ақсақалдар, иә, келін сертіне берік екен, еріне деген адалдығын өмір бойы сақтамақшы болыпты. Ұлымды өзім тәрбиелеп, өзім өсіремін, қиыншылығы болса төземін, ауыртпалығы болса өзім көтеремін деп отыр екен. Ержеткенде өзім үйлендіремін, өзім ел қыламын деп отырған келін ғой. Келіннің басына бостандық берейік. Баласын тәрбиелеп, өсіруді, үйлендіріп ел қылуды анасына бердік. Ағайындар болып, сырттай қамқорлық жасап жүрерміз деп келісіпті. Сонымен жылдар өтіп, бала ер жетіп, отбасын құра жасқа жетеді. Азамат болған ұлына анамыз, балама төркінімнен қыз алып беремін, нағашы жұртының қызына үйлендіремін деген оймен төркін жұртына ұлын ертіп қыдырып барады. Төркіндері қызы мен жиенінің келгеніне қуанып, кезек-кезек үйлеріне қонақ қылып, жақсы күтеді. Төркінде ай жатады. Ауылдарда ай жатқанда бойжеткен сіңілдеріне, қыздарға қарап, көз салып байқап жүреді. Анамыз уақыты келіп, еліне қайтарында ауылдың үлкен кісілері анамыздан төркіндеріңнің қызметіне ризасың ба? Ойыңдағыдай күте алдық па? Ал енді төркіндеріңнен не қалайсың деп сұраған екен дейді. Анамыз, келгендегі мақсатым төркіндеріме деген сағынышымды басу, аман түгелін білу, сонымен бірге менің бір қалауым мына жиендеріңіз оңғарға төркінімнен бір қыз алып беріп үйлендіру еді деген екен. Төркінге келгендегі негізгі жұмысын айтып. Қыз беру оңай шаруа емес. Сондықтан анамыздың төркіндері оңаша қалып ойласа керек. Ойласа келе жас оңғарға қыздарын бергісі келмейді. Сылтаулары, әкесі сәден батыр еді. Ел шетіне жау келсе, жай жатпайтын көзсіз ер еді. Елін қорғауда жаумен соғысып қаза болды. Бұл бала да әкесіне ұқсаған батыр екен. Жанары отты, ештеңеден қорықпайтын ер жүрек екен. Бір қызымызды берсек, бұл да әкесіне ұқсап, жауға шауып, мерт болып жатса, қызымыз тағы да жастай жесір қалар деп қыз бермеуді ұйғарысыпты. Сонымен төркініне келген негізгі жұмысы бітпей, ренжіп, жылап, ауылдан баласын ертіп кетіп бара жатады. Сол ауылдың шетінде бір үйде біраз әйел әңгімелесіп отырса керек. Сол үйді ер мінезді, атқа шауып, асау үйретіп, құрық салатын қызы бар екен. Сол қызы атын белдеуге байлап, асыға үйге кіріп келіп, өткенде келген апамыз баласын ертіп, еліне жылап қайтып бара жатыр. Ол кісі кімге өкпеледі? Төркінінен неге жылап аттанды деп сұрапты. Отырған әйелдердің бірі, ол апаң төркінінен баласына қыз сұрай келген еді. Ауылдағы үлкендер батырдан батыр туады. Бұл да әкесіне ұқсап, жауға шауып, мерт болса, бұл қызымыз да тағы жесір қалады деп ешкім қызын бермеді. Апайың соған өкпелеп, жылап қайтып бара жатыр. Қыздың 40 жаны бар деген, 40 жанының бір жаны өлді деген осы шығар деген екен. Сол кезде апасының еліне абыройсыз болып барарын білген сіңілісі, апамызға мен келін боламын, баласына жар боламын деп, керегенің басында ілулі тұрған жүген қамшысын алып, белдеуде байлаулы тұрған атына отырып, кетіп бара жатқан кісілердің соңынан жетеді. Қыз, апайым, келген жұмысыңыз орындалады, балаңыз оңғарға, мен тұрмысқа шығамын, адал жар боламын, сізге қолымнан келгенше жақсы қызмет етер келін боламын деген екен. Төркінге келіп, баласына қыз айттыра алмай, алдағы елден ұялып, намыстанып келе жатқан анамыз қуана келісіп, сіңілісін ауылына келін етіп түсіріпті. Сол анамыз оңғар атамыздың әйелі атамыздан 7 ұл тапқан екен. Тұңғышын босанарда түс көріпті. Түсін 7 ұл табады екенмін, 5-еуінің атын өзім қоюым керек екен деп өзі жориды. Сонымен тұңғышын босанған соң түс көргенін енесіне айтады. Түс көрдім, Алла берсе, күйеуімнен 7 ұл табады екенмін, 7 баланың 5-еуінің атын өзім қоямын.
кейінгілерінің атын үлкендер қояр. Мен көрген түсімді осылай жордым деп ауылының үлкендеріне енес арқылы айтқызыпты. Оңғардай балаларына өз еркімен тұрмысқа шыққан батыр келіннің айтқанын тыңдап, үлкендер анамызға балаларының атын өзі қоюына ұлықсат берген екен. Анамыз өзі тапқан балаларының үлкендерінің бесеуінің атын өзі қойған дейді. Оңғар атамнан Жұбан, Қуаң, Ықылас, Кеуілімқос, Кәрібай, Сасықбай, Сексенбай атты 7 бала туады. Осы аталарымыз ерлігімен, батырлығымен тарихта ел аузында айтылып жүрген батыр кісілер болған. Алтауынан ұрпақ қалған. Осы аталарымыз алып анадан дегендей елдің аузында батырлығымен, ел қорғау жолында жаулармен күресімен аты шығып, 6 оңғар атанған. Алтауы да ел қорғаған, жерін қорғаған батырлар болған. Оңғар батырдың үлкені Жұбан батыр отаршыл Ресейдің және Хиуа мен Қоқан хандықтарының Бұқара әмірлігінің шапқыншылығына қарсы күрес жүргізген, қол бастаған батыр болған кісі. Жұбан батыр қартайып, жасы 70-тен асқан шағында Кенесарының ұлы Сыздық төренің өтінішімен қазіргі Тәуелбай жерінде атқа қонып, қол бастап отарлаушы жаумен соғысқан. Көп соғыстың бірінде Бұхара маңында болған бір шайқаста ауыр жараланады. Жарақаттан соң елге келіп, сол жарақатынан қайтыс болған. Жұбан батырдың Қуаң, Ықылас, Кеуілімқос, Кәрібай батырлардың, оңғардың немерелері Берден батыр дәулет ұрпақтарының ерлік істерін ел аңыз қылып, осы күнге дейін айтып отырады. Жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған қазақ халқының өткен өмірінде болған ғибрат алар осындай оқиғалар қаншама. Ел анасы болған, ерінің отын өшірмей, артында қалған ұрпағын дұрыс тәрбие беріп, намысты ер етіп өсірген, ел қорғаған, аталарындай рухты етіп тәрбиелеген аналар қаншама. Оңдасын Оразов, қайып немересі Ырзағали Дүйсенұлы ағамыздан есткен әңгіме.